Сәлем достар, бүгін біз осындай тема коробка 14 февральға жасаймыз. Оның ішіне 100 причин, почему я люблю тебя деген признание салатын боламыз, және де шоколад, киндер сюрприз, неше түрлі әдемі өздеріңіздің идеяңызға байланысты ойыншықтар салса да болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен шаблонымызды шығарып аламыз. Осындай крышкасын шығарамыз, и дно шығарып аламыз, және де боковинасынан 3 парақ шығарамыз. Осындай причиналар 6 бетке шығады. Енді біздің боковиналарымыздағы зубчиктарды қолымызбен осылай бәрін майыстырып шығу керек боламыз. Крышкасына осындай жіңішке полосканы жабыстыратмауыз боковинаны. Мен өзім горячий клей қолданамын, сол мен ыңғайлы маған. Сіздерге қандай клей ыңғайлы, сонымен өздеріңіз қандай жақсы, сонымен пайдалансаңыздар болады. Мына жерде мен екінші полосканы бірінші полоске қатты көп жақын жабыстырып қойыппын. Почти екінші полосканың жартысында алып біріншіге жабыстырып жібердім, өйтіп жасамаңыздар, өйткені жетпей қалады. Мен үш полоска жетпей қалды, кішкентай болып қалды. Неке мына жерде кішкене орын қалып қойды, жетпей қалды. Вот неке мына жерге көп жабыстырып қойыппын деп көрсетіп жатырмын. Енді мына полоскаларды бір-біріне жабыстырамыз клейлеп. Основаниясына осындай үлкені кетеді. Бұл жерде уже мен дұрыстап жабыстырдым, бәрін расстояниесін дұрыстап өлшеп, ол кезде орын қалмады. Сіздер де солай өлшеп алыңыздар бірінші. Енді боковиналарын бір-біріне жабыстырамыз. Артығын осылай қайшымен қиып тастаймыз. Шетінен бәрін жабыстырып шығатын боламыз. Коробкамыз дайын болды. Осылай әдемі крышкасы киілді. Енді причиналарымызды қиып шығатын боламыз. Видеода көрсеткендей орайсыздар, орап болғаннан кейін лентамен байласаңыз да болады. Мына жерге қызыл цвет күшті үйлесетін сияқты, сонда лентамен байласаңыз болады. Бірақ мен уақыт тығыз болғаннан кейін байламадым. Мінекей әдемі коробкамыз дайын болды. Подарки беретін кезде сыртына әдемілеп лентамен орап, шоколад салып, киндер салып, неше түрлі тағы игрушкалар салса да болады. Фантазияңызға байланысты осылай сосын оформить етіп, әдемілеп заказчигіңізге берсеңіз болады. Мені қолдап, видеома лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет!